біраз жыл үзілістен кейін жаңа шоу-бизнеске қайта оралдыңыз. Қандай өзгерістерді байқадыңыз? Түрткі керек та халыққа. Либо сен жігітпен түсуің керек, либо сен ашық киінуің керек, либо сен бір жерін дірілдетіп тұру керек. Ажырасса, әйелдер шешіне бастайды. Еркек іздеп дейді. Өздерін таппай қалатыныңыздар болады. Күйзелістен шыға алмай, ішкілікпен қыдырып, солай алдаңғысы келеді. Экс жолдасын көңілі үшін үйде отырдым, бірақ ажырасқаннан кейін мен тоймен алдандым. 200% әңгіме айтады жігіттер үйленгенше. Үйленгеннен қоятын шығар. Мен солай 10 жыл өмір сүрдім ғой. Мүмкін бала босанайын, бір бала дедім, 2, 3, үшеуін тудым. Қазір өзгерген жоқ па ол кісі? Уже 5 жыл болды мүлдем. Көрген жоқ, алимент төлемейді, ешқандай не жоқ. Алмас Кешкенбаев менің алғашқы махаббатым деген сондай бір мазмұнда бірдеңе салыпсыз. Алмасқа да рахмет айтамын. Мен қолымда да ұстамаған да. Соңғы рет қашан ғашық болдыңыз? Құпия қойсын. Мүмкін ол қазірде бар деген сияқты ғой. Сәлем достар, бұл кездесу, студияда Жандәурен Мәди. Сұхбатымызды бастамас бұрын кездесу YouTube арнасына жазылыңыздар. Баршаңызға сәлем, кездесу YouTube арнасына қош келдіңіздер. Менің аты-жөнім Наргиз Ибрагим. Енді бүгінгі қонағымызды таныстырып өтейік. Бүгін бізде қонақта продюсер, әнші, актриса, бизнес-вумен Севи Махмуди. Қош келдіңіз! Рахмет! Қалдарыңыз қалай? Шүкір, жақсы, өзіңіз қалайсыз, Севи? Шүкір, Көңіл-күйіңіз қалай? Керемет, сіздерді көргеннен кейін одан беттер көтеріліп кетті. Көргеніме қуаныштымын. Бізде. Рахмет шақырғандарыңызға. Севи шығармашылыққа қайта оралып жатыр екенсіз. Иә. Мынау басқаларға қарама деген әніңізге түсірілген муд видео, және сол ән TikTokта жақсы таралып жатыр. Шүкір, иә, жаймен деп. Қуаныштымыз. Енді сахнаға қайта оралды деп айтудағы себебім біраз үзіліс болды, иә? Қайта оралғанда бір қиындық болған жоқ па? 4-5 жылда үзіліс болды, енді онда да арасында шығып тұрдық қой, мүлдем былай жоқ болып кеткен жоқпын. Қиын болғанда қиын емес, бірақ әрине енді бәрі заман өзгеріп жатыр ғой. Заман болғанда уақытта енді жастар шығып жатыр, қазіргі жастардың несі, талпынысы бәрі өте керемет және бір жаңа да бағытта өзгеріп жатыр. Сол үшін мен де қалыспайын деп ізденіп, сол бұрынғы қатып қалған стильде айта бермейін, шығыс стилінде деп, қазір енді заманауи жастар қалай айтса болады, стилінде, бағытында, иә, мен де жазып, ізденіп жазып жатырмын. Соның ішіндегі әндердің бірі осы жаңадан жазған, осы басқаларға қарама. Негізі бұрынғы стиліме ұқсамайды. Басында енді маған музыкальный продюсер командам бар ғой. Олар тыңдатып таңдаған кезде маған ұнаған жоқ негізі. Біртүрлі ғой, бір андай несерьезный ән деген сияқты да. Енді қалай мен жасыма атыма лайық емес деген сияқты. Бірақ енді командам айтты, айту керек, көру керек деп ше, енді әртүрлі направлениеде көре бер деп, сосын мен де ойлана келе келістім. Жеңіл андай енді кейбіреулерге ұнап жатыр, кейбіреулер сынап жатыр деген сияқты ғой. Не білем, мына мағынасы жоқ, басқалар қарама деген сияқты, андай несерьезный ән деген сияқты, енді бәрі андай ән күтеді ғой менен. Енді 30-дан асқаннан кейін бәрі білмеймін, андай басқаша қарайды екен. Негізі болды, 3 балаң бар, жасың келді, типа не істеп жүрсің, ағаш болып қалғансың, билей алмайсың, айта алмайсың деген сияқты. Ой, мынандай стиль жараспайды деген сияқты да. Комментарийлер ғой, иә, сізге жазылған. Комментарийлер, иә. Бірақ ол да керек қой негізі, енді хейт болмаса да, енді любой әншіге қанша профессионалдық деңгейде мықты әнші болса да хейт жүреді. Ол хейтсіз қазіргі заманда өте қиын. Бәріне бірдей ұнау мүмкін емес. Біз енді ақша емеспіз ғой, доллар деп па. Бәріне бірдей ұнай беретін. Сол үшін өкінішке орай болып тұрады. Бірақ ол да бізге бір не ғой, қолсыз да болмайды, қызық негізі хейт деген. Ол күліп те оқитынымыз бар, арасында ренжіп қалатынымыз бар. Арасында өзімізге де алатын жайттар болады негізі. Шынымен де кейбір кезде шындықты айтатын адамдар болады. мен оны дұрыс қабылдаймын негізі хейтті да ше. Соңғы рет қандай пікір қабылдадыңыз? Мысалы да мынау соңғы кезде көп ашық киініп кеттім дейді. Кейбір кезде болады ғой, пендеміз ғой, ұмытып кетесің. Енді мен қазір жолдасым жоқ та, мысалы маған. Қазір енді өзіме қожайын дейді ғой. Жалғыз өзімнің басым, бүйтіп кейбір кезде енді анда командам айтады да маған, жас қыздар ғой көбінесе. Севи, сізде фигураныз бәрі әдемі. Давайте ашайық, осылай өтімді. Расымен де мен Instagram, TikTok желісінде скромный, әдемі, элегантный киінемін ғой, жабық. Өтпейді, просмотр жоқ. Түсініп жатсыздар ма? Негізі маған ашық-шашық киінге ұнамайды да мүлдем. Бірақ күйеуге тура келеді. Командам тыңдап, себебі шынымен де расында просмотр сол арқылы хейт, хайп деген сияқты ғой жүреді. Сондай енді соларға елі не дейді, командам айтқан тыңдап киіп кеткен кезде көп нем жазып жатады. Хейтерларым, нелерім, оқырмандарым, енді жанашырларым деп айтса болады. Сол кезде ойланып қаламын, я шынымен де расында көп киіп кеттім, ұят қой, я деші арасында. Сөйтіп кимей қоям арасында. Кейін қайтып статистикам түсіп барса, қайтып киіп қоям деген сияқты ғой. Сол ғой. Бұл негізі жүректі ауыртады ғой. Бірақ көбінің пікірі, ой, неге ашық киініп алған дейді да, бірақ қарайды. Иә, по-любому сол өтеді. Білмеймін неге. Не үшін екен ол?
білмеймін, мысалы ше күшті жұмыстар саламыз да, қаншама еңбек та ол камераның арқасында да. Муд видео болса да, клип түсірмесек те, енді қаншама ол еңбек, жұмыс істейсің, дайындаласың, түсіресің, сол әнің өтпей қалуы мүмкін да, мысалы. Или просто контент болса да, сен жасаған дүние, егер де бәрі жабық, скромно болса. Қарамайды, өтіп кетеді. Түрткі керек та халыққа. Либо сен жігітпен түсуің керек, біліп алдық қой бәрін. Либо сен бір нәрсе ұрып атуың керек, либо сен ашық киінуің керек, либо сен бір жерін дірілдетіп тұру керек деген сияқты. Солай. Кіммен түскеніңізге өкініп қалдыңыз? Бір жігітпен мысалы фотоға түстіңіз, салдыңыз? Жігіттерден ба? Мен негізі жігіттермен көп түсе бермеймін. Мен жігіттерге келген кезде өте сақта, өйткені көп маған жазатын. Күнде жазатын, неше түрлі блогерлар бар, актерлар бар, контент бірге не түсірейік, коллаборация дейді ғой, коллаборация түсірейік деп мен келісе бермеймін, себебі бүгінгі біздің күн ертеңгі тарих дейді ғой, әрбір салған нәрсе ертең алдымнан шығады да. Әлде мен болашақта тұрмысқа шыққым келеді, және болашақ жолдасым ертең қызғанғанын, өткен тарихыма ол білмейді ғой, мен әшейін түстім ба, мүмкін менде ол адаммен бір байланыс болды ма, сол үшін түспеуге тырысамын. Атымды әр кезде ойлап жүрмін, кішкентайымнан сондаймын, бірақ арасында түсуге тура келеді. Мен енді өзім осы ажырасқалы бұл бір 2-ақ рет па 3-ақ рет түстім жігітпен. Оның ішінде біреу сол Ринатпен қайталап түсірдік. Анау мейірімсіз махаббатты, мына жаңа әнге бір кішкене хейт болсын, хайп болсын деп, иә. Ей, мейірімсіз махаббат, мен Ринатты сүйем, Ринат басқаларға қарама деп, Ринатқа барып жүріп құшақтаймын, и сол ән кетеді да, басқаларға қарама деп, сол сияқты ғой. Севе ханым, енді сіз біраз жыл үзілістен кейін жаңа шоу-бизнеске қайта оралдыңыз, жаңа айтып отырсыз, жастар қазір дамып жатыр, көптеген өзгерістер бар екен деп. Бірақ тағы қандай өзгерістер байқадыңыз? Одан бөлек, мысалы, мүмкін біраз әріптестеріңіз өзгеріп кеткен шығар, қарым-қатынасы сізге деген, мысалы, орталар өзгерген шығар. Білмеймін, енді жалпы өзгергенде бұрынғылар сол баяғыдай ғой, қарым-қатынасы, өздерінің алып жүрген жолдары, бұрынғы өзімнің өнер жолындағы аға әпкелерім болсын, достарым болсын, өнердегі қалай айтса болады, өзім нелерімнен көрмеймін да ешқандай өзгеріс. Бәрімен үлкеннен бастап кішіге дейін сәлем түсу, сол баяғыдай сыйластығым, ешқайсысы маған бір көзқарасы өзгеріп, жоқ болып кеткеннен болмаса ажырасқаннан бәріміздің енді бірге өмір ғой келе жатқан, ешкім идеал емес деген сияқты ғой. Керісінше мені бәрі жақсы көреді, сыйлайды. Өнерде болсын, өмірде болсын, Севи туралы жаман әңгіме жүрмейді деп өзінің несін. Мен енді өнерде болсын, өмірде қалай айтса болады, бәрімен андай да бір дистанция бар да. Мен өзім андай түнгі клубтар, бір шумный жерлер, шулайтын қатты шумный жерлерді ұнатпаймын. Ішкілікке жоқпын деген сияқты. Ішкілік орталарда отырмаймын. Сол үшін де мен өзімнің орнымды білем. Сол үшін де қадірім кетпейді, и және қадірсіз болып қалған жоқпын, және қадірлімін деп ойлаймын да. Сол үшін бәрімен бір дистанция бар да менде всегда. Өзім өнерде болсын, өмірде болсын достарды бөлемін да мен. Бұл өнер достары, бұл өмірлік, бұл осындай жай таныс, бұл жұмыс бойынша деген сияқты. Солай. Енді сол достардың арасында қайсысы көп сізде? Қайсысы аз? Жан достар өкінішке орай аз ғой, сырымды айтатын. Мұнайғанда ішінде бір ауыртпашылық күйзеліске түскен кезде, ішкі болымды дейді ғой, ауыратын, жаным ауырған кезде айтылатын тек анам да, бірінші анамнан кейін бір-екі құрбым бар. Сенімді болды. Көп қыздарда солай сияқты. Ана ғой. Сен үшін жаны ашитын ең күшті құрбы ол ана ғой. Негізі мен өмірде шынымен де ол қазіргі сіңілдеріме бәріне айтамын да, осы көріп отқан қыздар болсын. Өзім көп таяқ жедім өмірден, өйткені мен өте андай бір сенгіш, тұрмысқа шыққанша бір 20 жастарымда шықтым, өте аңқау сондай болатын да. Дурочка дейді ғой, сондай енді. Грубо айтқанда, қопал айтқанда. Содан көп таяқ жедім, құрбылардан, құрбы дегенше шынымен де болмайды. Оны жамандық бет шақырып, не істегім келмейді, бірақ шынымен де әсіресе жас кезде болмайды. Мүмкін ақыл тоқтатып, өмір көріп, адам тани білгеннен кейін уже жақсы достарым болады, өмірлік серіктерін. Былайынша балалық кезде болмайды. Сол үшін балалық кезде аңқаулықпен көп сырды айтпау керек та қыздар. Іштегі, өйткені ол любой момент сен сатып кетуі мүмкін. Мысалы, мен өмірімде болды да, тәжірибемде тұрмысқа шықпай тұрып, мен бүкіл сырымды білетіні бар, білмейтіні бар. Мен тұрмысқа шыққан кезде күйеуіме бәрін айтып берген ғой. Айтқанда да мен туралы айтатын жаман факттер жоқ әңгіме. Мен всегда әрбір басқан қадамды ойланып басатынмын да. Өйткені тәрбие сондай, текті тұқым қуат дейді, тектілік. Мен шүкір текті әулеттен шыққанмын да, ол байлық емес тектілік деген, ол білімді, ілімді адамдар да, жақсы оқыған, тоқыған отбасынан шыққан. Кейбіреулер дұрыс түсінбейді да оны, мен байлықпен мақтанып жатқан жоқпын. Сол үшін мен әрбір қадамды ойланып басатынмын да. Қыз кезімнен
андай көп жігітпен сөйлеспей, жаман жерге бармай, жақсы орта таңдауға тырысатын, бірақ құрбыммен не дегенмен адасып қаламыз ғой, баламыз ғой ол кезде. Сол сияқты тұрмысқа шығар алдында құрбыларым барып экскюме неше түрлі әңгіме айтқан кездер болған. Өздері ойлап тоқып болмаған нәрселер болды деген кезде мен таң қалдым да. Сол сияқты одан кейін де өмірлік бүгінге дейін мен өмірімде көп ондай жағдайлар. Сол үшін мен ешкімге сенбеймін негізі. Бұл өмірде жалғыз өзің қараған басына сенбесең ешкімге сенім жоқ. Сиви, енді бізде кездесуде Айдарлар бар. Соның біріншісі соңғы рет. Сонымен соңғы рет Айдарым, бірінші сұрақ. Сиви соңғы рет қашан жылады? Не үшін? Соңғы рет жақында жыладым, кстати. Не үшін? Эй деп па? Шутка, ой, шутка деп ғой. Енді неміз ғой, жылап тұрамыз ғой. Сезімге қатысты деп айтса болады. Жақсы. Ары қарай құпия болып қалсын. Иә, жеке өмірге қатысты. Соңғы рет қашан өтірік айттыңыз? Соңғы рет па? Жиі айтам ғой десем. Балаларым көрмесін деп па? Жиі айтқандандай ғой, керек кезде айтасың ғой. Бұлай андай өтірік айтпаймын, бірақ андай ситуациялар болады. Андай жеңіл өтіріктер ғой. Бұлай ауқымды өтірік сөйлемеймін сені. Мысалы балаларына да келе жатсың ба дейді, иә деп алдап қоямын да, өйткені сабағын оқысын деймін. Сол сияқты ғой ол. Какие сылайып жатырмын да. Алдауға тұра келеді, олар көріп қоймасын бірақ деп. Соңғы рет қашан қатты ұялдыңыз? Ұялдым ба? Ондай да жиі болады. Осы жақында білмеймін қандай бір съемкаға барған кезде кішкене толысып кетіппін да. Мысалы біз үйреніп аламыз ғой уже андай контент түсіргенде уже мен командам біледі да, мен ракурстарымды қалай мен арқып түсіру керек әдемі. Былай өмірде мына осындай интервьюларда бір прямой эфирларға барсам не тот ракурс алып қалған кезде еще андай не то киініп алған ба сондай болады ғой. Неге анау киімді кидім деп өкініп, ана көреміз бағдарламасына барғам. Осы недавно бүгін шығады, соны көргім келмей шықпай ақ қойса екен ше. Маған отрывок жіберіп ше түрімді көріп, ё-мой бетім мынандай болып тұр ғой. Өмірде көбісі айтады да, неге сен дәу болып шығасың, өмірде кішкентай ақсың деп ше. Сол сияқты ғой, камера полнит реально ше, содан ұялам. Сол үшін де жоқ болып кеткен кездер болды мен ше, сол бір ішкі андай болады ғой. Толысқан кездерім болды да осы. Ажырасқаннан кейін карантин болды. Жегім келді да, мен демалғым келді да өнерден. Не үшін жоқ болып кеттің деп сұрайды да, демалғым келді, біз де адамбыз ғой. Шаршайсың ғой бәрінен. Кезде бір анау ешкім танымаса кейін бір тығылып кепка киіп алып, жаман киініп алып, шандай болады ғой. Қолына донер істеп алып, самсаға барып деген сияқты. Қарапайым адам сияқты. И то танып қояды ғой. Кепка, очки киіп аласың. Халық көп сынайды ғой, неге адамдар шетелге көп бара береді деп, әншілер деп, иә. И то бара алмайсың ғой. Менің ойымша жалпы сол шетелде сені ешкім танымайды. Ол жерде өзің еркін жүресің, иә. Қазақстанда сәл бір артық қимыл жасап қойсаң, түсіріп алып, оны әңгіме қылып жүреді. Сондықтан да шығар шетелге жиі барады. Соның өзінде шетел қасы Европаға шықпасаң, былайша мынау біздің барып жүрген қазіргі өзіміздің қазақтар жері бүкіл жерде Дубай болсын, қаяқ болсын да, Мальдивы болсын, любой жер қасы қазақтар толып кеткен ғой. Сол үшін тек Европаға бір алыстау жағын қашып кетпесең. Жаңа Зеландия, Австралия. Келесі сұрақ. Өзіңізді соңғы рет қашан шын бақытты сезіндіңіз? Жақында. Бір сентябрларда ма? Сонда бір жақсы жаңалықтар болды, жалпы отбасымызда, өзімнің да ойлап жүрген заттарым, сон бәрі орындалған кезде. Келесі сұрақ, Сиви соңғы рет қашан қарызға ақша сұрады? Кімнен сұрады? Қарызға ақша сұрамаймын. Сиви соңғы рет қашан ашуланды? Осы 2 күн алдын болды. Не себепті? Мен өз мобилограф қызыммен қанша 3-4 жыл ма жұмыс істеп жүрміз. Бүгінгі дейін мен негізі мінезім өте жақсы, альхамдулилля деп айтайын. Мақтамайды ғой любой адам өзін. Иә, мен мінезім сабырлы, өте мінезім ауыр. Мен андай бір адамға тиісу, тырнақтың астынан кіріздеу, өзім командамдағы адамдарға вообще андай күн бермеу деген жоқ. Керісінше жаман жерін жасырып, жақсы жерін асырып, қолдап, қыздар жұмыс істесе, мен қыздарға үлесімді болсам, бүйтіп кейін өзіне қарай косметологқа барып, киіндіріп, сөйтіп ішіне кіріп кетемін ғой ше. Жан тәніммен. Ол қызбен ешқашан ұрыспағам, бірақ осы 3 жылда өзі айтатын, сіз күштісіз ада айтады ғой, бақтай берме деп ше, бақтаймыз. Күнде бақтайтын ше, сіздің мінезіңіз күшті, жақсы көремін, löбілеу бас деп. Алдымда картопты жардым ғой. Мінезімді көрсетті, бір процесс съемка кезінде ұнамай қалды. Соңғы рет қашан ғашық болдыңыз? Ауыр сұрақ екен деп па?
соңғы рет деп айта алмаймын, бірінші рет соңғы рет болсын, бір-ақ рет шығар, сол қырпай алып қойсын, мүмкін ол қазірде бар деген сияқты ғой. Мен бұрынғы күйеуімді енді айтуға болмайды ғой, енді өтті кетті, бірақ жақсы көрдім деп айта алмаймын, мен типажым болмаған айттым ғой, мен всегда айтамын да, енді балаларым әкесі ғой шүкір, бірақ мен типажым, мен ғашық болмағам да, просто солай енді тағдырым болды да. Иә, ол кісі ұнатты, жүгірді, еркек ретінде добиваться етті, мен тұрмысқа шықтым, сыйладым, отбасы құрдық, сол. Былайынша мен өзім адам болады ғой, жүрекпен сезесің ғой. Ол не только даже типаж да емес, басқа да емес, адам сезу керек, сезіп білу керек деп ойлаймын да. Ол адаммен сен өзіңді көргенде, үйінде сезінгенде, прям сондай сезім мен өмірімде бір-ақ рет болды да. Ол жақында. Құпия болып қойсын. Болашақтың еншісіне. Жақсы. CV соңғы рет қашан алданып қалдыңыз? Ой, жақында тұр. Что-то сұрақтардың менде бәрі жақында болып тұр ғой. Өмірім қандай ауыр десең, жылап отырсың. Қызықты өмір есесіне. Сол ғой, өмірім не екен ғой менің бұрын. Жақында алдандым тоже. Өмір болғаннан кейін неше түрлі болады екен. Ақшаға? Әлде? Ақшаға да, сол жұмыс барысында алдандым. Бұрында да талай алданған, бірақ осы соңғы жылдар алданбаған ем, 10 жылдық. Көбінесе бала кезімде, жас кезімде алданатын да. Бірақ осы соңғы 10 жылда ондай прям болмаған еді, алдану деген. Осы жақында бірақ болды. Бір кісімен жұмыс жасаймыз деп тоже. Сол. Ақша жағынан, басқа жағынан көп уәде берді, мен сеніп қалып ақша беріп қойдым, бірақ ақшам да жоқ, жұмыс та жоқ. Менен қашақтап солай жасап жүрді. Мен әлі де әріге кетіп, заявление жазып, басқа нәрсе жасап жатқан жоқпын. Өйткені ортада ортақ таныс бар, сол кісі таныстырды, сол кісі гарант болып тұр, қоя тұр деп. Бірақ сол кісімен кішкене сондай бір жайттар болып жүр менде. Өнердегі адам ба ол? Иә, өнердегі. Ондай танымал емес, за кадрым болады ғой, продюсер сияқтылар ғой. Жақсы, осымен соңғы рет Айдара аяқталды. Енді CV жаңа ғана алданып қалды деген сұрақты босқа қойған жоқпын. Себебі CV енді сен жақсы білеміз, өнерде сондай қолы ашық, ақ көңіл, жан-жағында кімді көрсе соған үнемі көмектесіп жүретін адам ретінде білеміз. Өнерде сізді солай алдап кеткендер бар ма, лақтырып? Көп қой. Десең де шутка. Шутка. Болған ғой басында енді шығып келе жатқан кезде, енді шығып келе жатқан жылдарда, мысалы 20 жыл алдын кішкентай кезде, 15 жасымда шықтым ғой мен әнші болып. Сол кезде енді менде ешқашан продюсер болмаған. Мен өзім шықтым. Бірінші рет әкем 15 жасымда мектепте оқып жүрген кезде мен қолына жетектеп продюсерлік орталыққа алып барды. Солай жұмыс жасадым. Сол кездері енді өнерді түсінбейді, продюсері жоқ деп енді алдаған кісілер болды. Там тоже уәде беріп бүйтеміз, көмектесеміз, там оған мынандай рахмет айту керек деп алатын алып жоқ болып кеткен. Бірақ соңғы кезде ондай болған жоқ. Осы ғана жағдай ғой. Былайынша өнерде бір жүрген аға әпкелерімізбен, болмаса достарыммен бір ақша алып, мен лақтырып кету, қадап кету ондай болмаған. Олардың да андай бір әншілер емес та ол болған жайттар ол. Сол ғой, өнерден алыс адамдар. Өнерден алыс емес, өнердегі адамдар, бірақ за кадр болды. Әншілер емес та, мысалы там режиссер, там басқа продюсер деген сияқтылар ғой. Былай әншілермен ондай жағдай болмаған. Ешқашан мен бір әншілерге ақша беріп қарызға. Мүмкін әкеме баратын шығар, ондай жағдайлар өте көп. Папама барады, жағдай сұрайды, бірақ мен папама айтам, қазір ешкім кезінде папам талай әншілерге көмектескен, аттарын атамай қояйын. Талайына там қолдау көрсетіп, бірақ мен кейін айттым, мүлдем көмектеспеңіз деп, өйткені өзі де көрді. Сол адамдардың біреуі бір жағдайын сұрап, ешкімнен ақшалай басқа жағдай не күтпейсің ғой, просто сондай ситуациялар болады. Әкем өтініш айтады, тойға келіп өлең айтып кетші деген сияқты, даже трубкасын алмайтын кісілер болады да, мысалы. Сол үшін өзі де ол кісі түсініп алды, кейін мен де айттым, мүлдем ешкімге көмектеспеңіз, вообще жолатпаңыз маңайыңызға. Бірақ бәрі алдына келіп отырады, сол кісінше жыным қайнайды ше. Маған айтпайды, мен арқылы шықпайды да. Бір крысалар құсап ше, номерін тауып алып, соң кабинеттің алдында отырады ғой, очередьте ше. Әншілер кейбірлер бәріне бірдей айтпаймын, болатындай жағдайлар. Мен ренжимін керісінше, бір сұрағым бар ма, зачем через меня прыгать, да, мысалы. Алдымен мен алдына өт, бола ма? Вообще алдына баруға деген сияқты да. Бір міндет сияқты да. Мен әкем өткізіп қойған, мен әкем президент емес, өкіметке жұмыс жасамайды мысалы. Жай жүрген бизнесмен да. Ендеше дәл қазір біздің кездесуді көріп отырған CV-дің әріптестері кездесу YouTube арнасына міндетті түрде жазылып, колокольчикті басып қойыңыздар.
алдағы шығарылымдарды жіберіп алмас үшін. Жақсы, енді махаббат туралы айтайық. Сиви ханым, сіз сторисіңізге Алмас Кишкенбаев менің алғашқы махаббатым деген сондай бір мазмұнда бір неге салыпсыз. Сол рас па? Ол бұрында болған ғой. Қалай болды ол? Оны хайп деп айтса да болады. Енді досым ғой Алмас, жалпы 15 жасымнан танимын Алмасты. Суперстарға қатысып жатқан кезде, мен үлкен ғой енді. Ол суперстарға қатысқан кезде бір 17-18-де болды, мен 15-те болдым. Мен ол кезде Шымкентте тұрамын. Ол Алматыға қатысып жатты. Ортақ танысымыз болды, біз таныстырды. Сөйтіп мен оны естіп қалам. Мен де өнерге енді қызығып қадам басып келе жатқан, мектепте оқимын ғой енді ол кезде. Мектепте айтып жүргенмін ғой енді. Қыпшақ екенін естіп қалам. Сосын бүйтіп енді сырттайды, баламыз ғой, бөпеміз ғой, 15 жас деген. Ойбай, қазірше ойласам ұнату болады енді, сезім, баламыз ғой, балалық махаббат қой, платоническая любовь болды. Сөйтіп өте шустрый болатын мен мектеп кезінде ше. Біреуді ұнаттым ба, цель қойсам қайтпаймын да, любой нәрсе ол. Өнерге қатысты болсын, жеке өмірге қатысты болсын. Сөйтіп бір ортақ таныс болады, біліп қаламын да, сол Алмастың номерлары бар екенін танитын. Подругамнан, сол ортақ подругам. Содан сұраймын ғой, Алмастың номерін берші деп ше, танысайыншы деп. Өзім жазамын ғой. Сәлем Алмас, қалың қалай дедіңіз? Иә, өзім жаздым. Сөйтіп өзім жазғам, бөпем ғой, 15 жасар мектепте оқимын, ойбай. Не дегенмін деймін да. Ол кезде Алмастың еще суретін шығарып, фотошоппен қосып қойып екеумізді. Суреттерімізді комнатаға қойып қоятын ғой, ойбай, оны эксклюзив. Реально, иә. Сөйтіп Алмасқа звондаймын. Қалың қалай, типа мен сен сестренкам боламын деп ше, өтірік ше, шошытып алмау керек қой. Шошытып там ұнайсың деп айтпайсың ғой енді. Сөйтіп мен сен туысқаным боламын, Қыпшақтың қызы боламын, типа рулас, өнеріңді қолдаймын, давай. Өтірік бір темалар тауып та мен жұмыс істейік, там бір тема бар еді саған деп ше, кездесейік деп. Сөйтіп кездесіп, таныстық, дос болып араласып кеттік. Прям жүрдік деп айтамаймын, балам ғой енді, ол да бала. Бірақ жақсы бала махаббаты болды негізі. Типа жүрдік. Сосын мен түсіндім, что жай дос болып қалу керек екен. Ары қарай дос болып қалдық. Әлі күнге дейін доссыз? Әлі күнге дейін доспыз. Қазір күлеміз ғой, еске алып сол кездерше. 20 жыл алдында, офигеть, біз уже 20 жыл таныспыз ба деп ше. Жиі Алмаспен кездесіп тамақтанып, қалада айналып серуендеп тұрамыз ғой. Өткен жерлерімізді еске алып та Алматыдағы. Помнишь, сенде осындай машина, помнишь, аняқа бардық деп ше. Сол сияқты қызық көріп, сол талай қызықтар өтті. Балалық махаббат. Алмаспен мен да ше жүргенде де бүйтіп та қол ұстасып көрмеген. Менде біріншіден тәрбие, екіншіден Алмасқа да рахмет айтамын. Мен қолымды да ұстамаған да. Сондай платонический, таза, мөлдір балалық махаббат болады ғой. Сондай болды. Кейін мен түсіндім, маған өнер адам керек емес екен, уже ақыл кіре баста, бір 18-19 жастарымда уже өзім ақ бүйтіп не істедім, сосын Алмасты уже дос болып қалдық. Сиви, бізде хейтерден хат деген айдар бар. Сізге жазылған хейтті қазір мен оқып берем, соған сіздің пікіріңізді білсек. Үйреніп қалғанбыз, негізі айта берсін. Былай дейді. Ажырасса, әйелдер шешіне бастайды, еркек іздеп дейді. Айттым ғой, менде хейттің бәрі сол ғой, соған кезде шешінуге байланысты. Енді оны не үшін салатынымды айттым. Өзім негізі бүйтіп өмірде ше мүлдем ашық-шашық киінбеймін, және ұнамайды да маған да. Салам, не үшін салам? Статистика үшін салам. Бірақ соңғы кезде ойладым, статистиканы қойшы. Болды, абырой важнее, енді салмаймын дедім. Мен командамен жақында сөзге келісіп қалдым. Сондай ашық киін, статистикасын мен айтамын, не қыламын мен ақша тауып жатырмын ба? Маған ақша керек емес просмотрлардан. Не үшін деймін да? Керек емес просмотр деп мен сонда шешім қабылдадым. Түсе берсін. Енді жаңа хейтерден хатты оқып бердім сізге. Әйел ажырасса жаңағы жігіт іздейді дегенде. Неге сондай пікірлер жиі айтылады? Енді жалпы өмірде солай ғой. Мен ешкімді сынамаймын, бәріне бірдей топырақ шашпаймын, бірақ ажырасса қыздар енді өкінішке орай жеңіл жолға түсіп кетеді. Бір андай күйзелісте жүретін қыздар күйзелістен солай шыққысы келеді да, мысалы қанша жылдық отбасылықтан бауыры басу да ажырасып жатқаннан кейін өздерін таппай қалатын қыздар болады, күйзелістен шыға алмай. Сол жағдайлардан ішкілікпен қыдырып солай алданғысы келеді. Мен олай шықпаймын, Құдай сақтасын. Менде де талай күйзелістерден өттім. Бірақ мен өзімді басқашалай шығардым да. Мен өзімді күйзелістен мен өмір тойға шықпайтын негізі. Тұрмыста болған кезде 10 жыл тұрмыста болдым, мүлдем тойға шықпайтынмын. Әкем де қарсы болатын, және мен уақытында болмайтын, мен көңілімді отбасыма
бұрдым тұрмысқа шыққаннан кейін. Экс жолдасым көңілі үшін үйде отырдым. Бірақ ажырасқаннан кейін мен тоймен алдандым. Сол өнерде қанша жыл жүрдім, қанша жыл шықпаған тойды осы Шымкентке көштім. Себебі ажырасқан кезде басында экс жолдасым мына Алматы артынан іздеп бір жақта көріп қалсам, андайлар түсініспеушіліктер болып, өзімді бір түрлі сезініп кеттім. Еркін жүре алмай кеттім Алматыда. Сосын қоныс аударайын деп Шымкентке көштім. Неге Шымкентке? Өйткені біз кезінде тұрғанбыз, әкем жұмысына байланысты бір 10 жылдай. Мен балалық шағым өткен Шымкентте, мен үшін ол жақ жақын. Анамның туысқандары тұрады көп. Не дегенмен енді оңтүстік өңірі, қасиетті жер, Түркістан жақын деген сияқты. Сол үшін сол жақта барып мен қоныс аударып, бизнес жасап, магазиндер аштым. Алдандым да, анау экс мен ұмытқанша деген сияқты да. Еркін демалайыншы деп ше. Көбіне қыздардың соңынан сондай өсек көп ереді, ал жігіттерге келсек, жігіттер туралы ондай әңгіме айтпайды, оларды ешкім аңдымайды. Негізі бірақ ажырасатын екі адам ғой, қыз да мысалы жаңағыдай қыз жалғыз өзі ғана кінәлі емес, оған жігіт те мысалы кінәлі болуы мүмкін. Екеуі де ажырасты, бірақ бәріне бір бізде қоғам сондай сияқты, бір әйелге ғана бір назарын аударады да, соған ғана қарап отыру керек деген сияқты. Жалпы үнемі осы тақырыпты айтып, қозғап, сұрақтар қоя бересіңдер деп ренжімеңіз, бірақ ажырасу туралы емес, тұрмысқа шықпаған, қазір кездесу арнасында осы бағдарламаны көріп отырған басы бос қыздарға жігітті таңдаған кезде неге мән беру керек? Ана жақтан алып келдім енді. Қанша мен қазір ақыл айтқанымен, мен айтып отырмын, адам басына тимей, адам ол нәрседен өтпей, ол сол нәрсені жасайды. Сол үшін мен ешкімге ақыл айта алмаймын. Бірақ қолдан келгенше ойлану керек қой, ақылға салып, үлкендер тыңдау керек, ата-ананы тыңдау керек, сұрастыру керек, ақылмен шешу керек та. Жүрекпен емес, ақылмен. Маска киеді ғой, бірақ 200% әңгіме айтады жігіттер үйленгенше. Мен бүйтем, аспандағы айды алып берем. Оны айта береді ғой, іс-әрекетіне қарау керек. Негізі түбінде сезіледі ол. Мысалы мен экс жолдасымды түбінде білгем ғой, қазір ойланып қарасам. Бүйтіп кішкене жүргіштеу болған сезгем ғой. Бүйтіп қалада көріп қалатынмын, клубта жүретін да, өмір клубтан шықпайтын. Сосын қалада көріп қаламын деген сияқты да. Қыздармен тұрады сонда да, ой, таныс шығар деп. Қарындас шығар. Қабылдағың келмейді. Біз балалықпен, ақмақтықпен адамды ұнатып тұрған кезде, әсіресе жақсы адамдар, біз сияқты андай, біз сияқты деп қойып. Адамның жаман жері емес, жақсы жағын. Өзің сияқты деп ойлайсың ғой бәрі. Жақсы жағын іздейсің да, жаман жерін термейсің да. Сол сияқты мен де ойладым да, таныс шығар, мүмкін ерте үйленгеннен қоятын шығар. Мен солай 10 жыл өмір сүрдім ғой. Мүмкін бала босанайын, бір бала дедім, 2, 3, үшеуін тудым. Бопты балалар майда шығар, көзіне көрінбей жатқан шығар. Тілі шықсын дедім, аяғы шықсын дедім, басқа шықсын дедім. Бірақ бағаламайтын адамға ол тілі шықсын, аяғы шықсын бәрібір да. Ол баламен ешқандай әйел адам күйеуін ұстай алмайды. Ол интернатта тұрған, әкесін көрмеген, әкесі кішкентай 5 жасында ма қайтыс болған, ешкіммен араласпайды, практически туысқандары жоқ, сондай да. Мамасы басқа қалада жүрген, өзімен өзі өскен бала ғой, кішкене бұзықтау болып деген сияқты ғой. Сол кезде тыңдамадық. Сол сияқты бәрін ойлану керек та. Ол бір күндік өмір емес, ол үй болу, үйлену оңай, үй болу қиын дейді ғой. Ертеңгі күнді ойлау керек та. Біз бүгінгі бумен кетіп қаламыз ғой. Жастар әсіресе да. Болды, мен осы өмір сұрамаймын или там жақсы сияқты деген сияқты, өзімізді алдау деген көп болады. Бірақ андай нәрсе бар ғой, тағдырыңа солай болып жазылса, сен көзің көрмей қалады екен да ол. Ол мен тағдырым деп ойлаймын. Енді сен менде өкініш жоқ, өткенге өкініш жоқ. Ол кісіге рахмет. Ол кісінде жақсы қасиеттері болды. Үлкен рахмет. Менде қателіктерім болды. Мен оны полный кінәламаймын. Мен қателігім, мен слишком добрый болдым да, удобная. Мысалы, мен гастрольге енді кетіп баратам, мен жаман ұялатын, көңіліне қарайтын. Мен жоқпын ғой үйде. Қыдыр деп айтатын. Өзім бұзып алдым негізі күйеуімді ше мен басында. Егер де мен қатты болғанда, мен бір андай болғанда, мінезім болғанда, ол кісі өйтіп жүріп кетпес пе еді, мүмкін қанша сондай болса да көшені. Бірақ ой ғой, мүмкін енді білмеймін ғой, енді мен де оны ақтап алғым келеді да. Не дегенмен басқасын қойшы, егер де ол кісі бала жанды болғанда, балаларына жауапкершілігі болып, 10 жыл отасы, 10 жылда бір мектепке апарып, бір садикке апарған күндер болмапты. Мен ойланам да, бірге отбасы болып қыдыру ше, арқа-жарқа. Сосын мен ойландым, 10 жыл тұрдым, бір отбасылық не жоқ та, береке жоқ, жылулық жоқ, әкелік бір қамқорлық, жауапкершілік, өйткені өзі көрмеген. Мен керісінше ойладым, мүмкін көрмесе бізге берер. Керісінше болады ғой, мен байдың балдар талай жүгірді арқамнан, әкемнің достарының балалары, мен соларға керісінше тиген жоқпын. Болмайды, олар қиыншылық көрген жоқ, дайынға өсті деген сияқты. Адасқан екенмін.
ол әртүрлі болады екен да, ол даже оған байланысты емес екен. Ал қазір өзгерген жоқ па ол кісі? Енді мүмкін жаңа ажырасып кеткеннен кейін кішкене өзгеріп, түсініп деген сияқты балаларына қарап. Басында ажырасқан кезде келіп жүрді, балаларды іздеп. Бір-екі рет, екі-үш рет кездесті, бірақ балалардың өзі сол кездесуден кейін шешім қабылдады, біз шықпаймыз деп. Содан кейін уже 5 жыл болды мүлдем. Көрген жоқ, араласпайды, хабарласпайды, ешқандай көмектеспейді, алимент төлемейді, ешқандай не жоқ. Қарым-қатынас жоқ. Өткен шағы өткен ғой, бірақ болашақта мен сол нәрсені қайталамау үшін уже бәрін жасап жатырмын да. Мен уже бұрынғы CV емеспін. И қазіргі отношениеда мүмкін менде бар шығар, бірақ мен уже бұрынғы CV емеспін. Бұрында мен легкая, күшті, аңқылдақ, бәріне көнгіш, керемет едім да. Қазір мүмкін қаталдау, кішкене жүрегі де не андай да уже. Негізі сізді сынайтын әріптестеріңіз бар ғой? Конечно бар. Енді ең жеңілі сен ол дәрежеге ұмтылу, жету, қалай айтса болады, үлгі тұтып сол адамға тұрысудың орнына сен керісінше оны балағаттайсың, не істейсің да, мысалы жолынан шаласың да, аяғынан шаласың, сондай нәрселер көп да. Өкінішке орай ешқандай ұлттың жаманы жоқ, бірақ именно біздің қазаққа келген кезде мен екі-ақ нәрсеге ренжимін. Ешқандай мен патриотпын ғой, мен қазақпын, қазақ десе жүрегім ше, сұмдық соғады. Қыпшақтың қызымын, әкем Қыпшақтардың президенті, қазақ тілін жанашырымыз да. Бірақ қазақ десе осы ше, бір-бірін көре алмаушылық, аяқтан шалу бірінші. Және екінші нәрсе ұнамайтын маған, қазақ байса қатын алады деген да, әйел алады. Өзбек байса там үй соғады, там басқа деген сияқты. Бәрі жақсы жағынан ұмтылады да, біздің қазақтар байса тоқал алып шығады да, мысалы. Бізде сияқты да, мысалы неше түрлі болды ғой. Осы ситуациялардың бәрі басыңыздан өтіп тұрса да, бір мұңды ән айтқаныңызды көрмеппін сіздің әнші ретінде. Иә, өте сирек айтамын ғой негізі. Өте санаулы. Енді айтып жүрмін ғой, соңғы кезде білмеймін, осы жаңа ән шықты, енді шығады бұйырса. Сәлем деген мұңлы ән. Одан кейін Махаббат көлі мұңайды деген бұрында жазғам, жылаймын неге. Сол бірінші шыққан кезде ол киноның саундтрегі, сол киноға байланысты. Кейін Махаббат көлі мұңайды деген мұңлы ән бар, оны марқұм Руслан Бөлебайға арнағам. Сол кезде сөйлесіп жүрдік, дос ретінде қайтыс болғаннан кейін. Былайша өте санаулы мұңлы әндер. Айтқым келмейді. Өйткені мен жылаймын негені айтқаннан кейін түсіндім. Ол кезде баламын ғой, кішкентай қызым ғой, енді шығып жүрген кезім 18-ге де толмағам да, 16-17-тен ба. Айтыңдаршы адамдар, жылаймын неге. Содан кейін жылап кеттім ғой мен. Ол жаман нәрсе шақырмау керек екен. И мен үшін сол үлкен сабақ болды. Бұрында еститін едік қой. Қандай сөзді, мағыналы ән айтасың, тағдырына қалай болса да әсер етеді. Сол кезде біреудің ерке қызы, өмір қиыншылық көрмей кішкентайымнан шетелде жүрген, енді шалқып жүрген қыз, сол әнді айтқаннан кейін бір кішкене жылап бастадым ба. Сол Руслан Бөлебайды ұнатып жүрдік, сөйлесіп жүрдік, қайтыс болды. Жылап қалдым. Сол кезде айтылған әндер ғой. Сосын әжем қайтыс болды да, жақсы көретін. Әкемнің шешесі қатты жақсы көретін. Мен сол кісілердің қолында бірге жүріп, бірге бір төсекте жатқан қызы болғаннан кейін мен үшін ауыр тиді да. И сол моменттерде болды да бәрі. Жылап кеттім, бір бөлек кетті әннен кейін да. Сондай нәрселер болып кетті. Әнге дейін не было? Вот после песни началось да, басталды. И содан кейін мен түсіндім. И одан кейін сол Руслан қайтыс болды. Кейін осы Махаббат көліне арнадым да, бір естелік болып қалсын деп соған ұқсайтын жігітті алып бейнебаянға түсіріп, екеумізді ортамызда өткен қызықтарды бір тарих ретінде түсіріп қойдым. Одан кейін айтпай кеткенмін. Сиви ханым, бізде келесі айдар TikTok тренд деп аталады. Норм стрём. Сонымен бірінші сұрақ. Жігітпен мейрамханаға барғанда шотты бөліп төлеу. Астафраллах деп қойды. Сынамайын басқа салмасын. Үйтіп барғанша үйде отыра берсе тыныш. Өзіңнен жасы кіші жігітке тұрмысқа шығу. Норм. Сүйіктіңнің телефонын тексеру. Стрём. Ұнатқан жігітке бірінші болып жазу. Бұрында норм болатын, қазір стрём. Енді адам өзгере береді ғой. Автордың рұқсатынсыз әнін айту. Стрём. Әйелі күйеуінен көп ақша тапса. По ситуации ғой. Постоянно, конечно, стрём, но өмірлік ситуация әртүрлі болады ғой. Ата енемен тұру. Бұрында норм еді мен үшін, қазір енді мен қазіргі енді жасыма басқама байланысты уже стрёмдау шығар. 40-қа қараған кезде. Иә, жас кезде нормально, наоборот күшті. Отбасылы ер адамға ғашық болу. Стрём. Плагиат ән шығару. Стрём мен үшін. Мен негізі вообще кавер, плагиат айта бермеймін, өте сирек. Танымал болу үшін хайп жасау. Норм. Еще как норм. Әсіресе бұрында машина күнелер норм. Машина сындырдыңыз, ол хайп болды. Талай нәрсе істедік қой. Жақсы, Сиви ханым, енді сұхбатымыздың соңғы сұрағы болсын. Сіздің ең бақытты
және ең қиын сәтіңіз? Ең бақытты сәтім ана атанған сәтім ғой. Бірінші ретте, үш ретте. Бүкіл сол үш рет ана атанғаным. Сосын не? Ең қиын сәт. Қиын сәт. Қиын сәт деп енді ажырасуды айта алмаймын. Мүмкін сол болсын, ажырасу емес, сол адасқанымда кішкене күйзеліске түстім ғой, не дегенмен қанша балаларды ойлайсың, сол ғой. Ажырасқан периодтар сол тұрмыста қиналып жүрген кездерім. Енді себебі бізде соңғы айдар ашық микрофон. Сізге елестетейік, микрофон бердік деп. Бір адамға, бір жанға айталмаған немесе айталмай жүрген сөзіңіз болса, қазір камераға қарап, сол адамға жеткізсеңіз болады. Осы карантин кезде мен кіндік мамам дейді ғой, өкіл андай, мен нянькам сияқты баққан анам болды да. Сол карантин кезінде қайтыс болып кетті да, ойламаған жерден аяқ асты. Сол сағыныш менде әлі бар да. Прям күнде елестейді, сағынам ше, мен бір сөйлесіп үлгермедім да. Аяқ асты түсіп қалды комға. Мен қатты жүгірдім, енді анамдай жақсы көрдім. 4 қызы болатын, мен 5-ші қызым дейтін. Енді ата-анам жұмыс көп болатын, маған көп не істей алмайтын, көбінесе солардың үйінде жүретін мен ше. Сол кісі всегда ақылдасатын да тірі кезінде. Түсімде көрдім деп, ол да мен үшін шырылдайтын. Мен всегда маған Алматыға бүкіл тойымда, даже мен тұрмысқа шыққанда құдалығыма қатысып, прям анам болып кеткен ғой ше. Сол кісі қайтыс болып кеткенде әлі сағыныш бар. Сол сағыныш өзім қорқып кетемін. Қалай шығарсам болады деп ше, бір құшақтай алмай қалдым. Бір құшақтап, соңғы жылдар өзім дұрыс қу тіршілік тұрмысқа шығып, балалар майда болды. Соңғы жылдар дұрыс көңіл бөле алмай кеткен едім, бірақ ол кісі ойламаған жерден қайтыс болып кетті. Сол сағынышымды айтам. Всегда тілекшімін, сон қу тіршілік менде қолым тие бермейді, сон Құран бағыштайын, бүйтейін деп ойлаймын да, бірақ ұмытып кете беремін. Сол бізден тек қана сол ғой келетіні. Сол үшін тірі адам бағалайық, бәрі жақсы болсын, аман болайық дедім, сау болсын. Көп рахмет сізге келгеніңізге. Сіздерге де рахмет. Көңілім болса кетті. Ашылғаныңызға жалпы негізі жақсы сұхбат болды. Керемет, позитивті. Бүгін бізде кездесуде қонақта болған әнші, продюсер, бизнес-вумен Сиви Махмуди. Кездесуде кездескенше достар, сау болыңыздар. Пока-пока.